Seviye 4666. Ассалаумағалейкум достар, сіздерге бүгін жаңа жыл қарсаңында келетін өте қорқынышты хайуан туралы айтатын боламын. Ол жер шарында кездесетін қаңтар мен ақпан айында келетін SCP-4666 құбыжығы. Ол басқа да құбыжықтарға ұқсамайды. SCP-4666 осал құбыжықтарға ұқсамайды. Оның жүрегін мейірімсіздік пен қатыгездік жаулаған мейірбансыз құбыжық. Ол балаларды жаңа жыл қарсаңында өлтіретін жалғыз хайуан. Сондықтан да мен сіздерге SCP-4666-да түсіндіріп айтатын да боламын. Мені мұқият тыңдап кетіңіздерші, өтініш. Мені тыңдайтын және де қарайтын адамдар 4-5 минуттан үзіп кете береді екен. Сондықтан да сіздер соны ұмытып кетіп, қазақша контенттің дамуына кедергі жасап, орыстардан да төмен тұруда. Сіздерге өтінішім, видеоға кіргеннен кейін 6-7 минутта лайк басып, подписаться етіп, қоңыраушаны басып кетіңіздерші, өтініш. Маған керегі де дәл осы. Сонда сіздерге өте қызықты видеолар салып тұрамын. Сонда сіздер қазақша контенттің дамуына өте үлкен үлес қосасыздар. Қорқынышты стористер Instagram аккаунтымда 20 000 тіркелушіге жеткізіп жіберіңіздер. Ал біз видеомызды бастаймыз. Бір бала терезеге қарап тұрады. Және де қорқынышпен. Далада қараса қар жауып жатыр, және де боран соғып жатыр. Балақай өте қорқынышты түрмен терезеге қарап бір түрлі болып отырады. Себебі ол оны SCP-4666 құбыжығы аңдып жүр. Ол дастарханға келеді, тамақ ішуге келеді. Сол кезде ата-анасының қасына жайғасып, тамақ ішіп отырғанда ата-анасының оған мән бермейтінін көріп әбден алаңдайды. Ол бөлмесіне келіп ұйықтауға кіріскенде терезеге қарайды, және де қардың бетінде іздер тұрады. Бірақ ол кәдімгі адамдардың ізі емес, құбыжықтың ізі сияқты. Бірақ балақай оның артында кім тұрғанын ол білген жоқ. Ертесіне балақай таңертең тұрады, және де ертесінде тұрғанда далаға қараса қар жауып жатыр екен, және де ағаштың ар жағында бір белгісіз жаратылыс тұрғанын байқайды. Бала бір түрлі болып ыңғайсызданады. Бұның не екенін түсінбеген балақай әлі ұзақ қарап тұрады, бірақ оның не екенін білген жоқ. Балақай кешегіден қарағанда өте қорқынышты түрмен отыр, себебі оны SCP-4666 құбыжығы аңдып жүргенін бәріміз де білеміз. Сондықтан да ол қараңғылықта өзін сезініп отырғандай болды. Ата-анасы оған алаңдап SCP-4666-ны ұстап алатын, яғни оны ұстап қамауға алатын қауіпсіздік комитетіне хабарласады. Олар келіп, сіздерді бір маньяк аңдып жүр, сіздерге бұл жерден көшу керек деп жалған ақпарат береді. Бірақ ата-анасы болған келіспеуі де мүмкін. Себебі ата-анасы өздерін құтқарып қалу үшін сондай әрекетке барады. Бірақ ата-анасы ондай әрекетке бармады, себебі олар баласы жай ғана сандырақтап жүр деп ойлайды. Баласы тағы да далаға қараса, әлгі құбыжық кешегіден қарағанда қатты жақындаған екен. Баласы мен кеттім, ұйықтаймын деп әке-шешесіне айтады. Ал бала төсегіне жайғасады. Ал кешегі құбыжық дәл түсінде емес, терезесіндегі алдында баланы шошытып, оятып жіберді. Бала айқайлап, жаны шығып, әлгі құбыжықтың түрін көргенде тісі ақсиған, тістері өткір, 'Өткір сақалдары мен шашы жалбыраған
денесін түк басқан пәлекетті көреді. Ол бір күні жоқ болып кетеді, бірақ балақай оның түрін жаттап алады. Ал баланың ата-анасы келіп, одан мән-жайды сұрауға келеді. Мына жерде бір құбыжық тұрды, мен оны дәл көрдім дейді. Ата-анасы қауіпсіздік комитетіне хабарласуды жөн көреді. Оларда енді екінші мүмкіндік бар. Олар қауіпсіздік комитетіне соғып, дереу келуін сұрайды. Ал қауіпсіздік комитетінің адамдары мұнда келеді. Бірақ әке-шешесі олай жасамайды, себебі олар баласына сенбейді. Ал бірақ баласы жаңағы құбыжықты көргенін айтады, бірақ ата-анасы онша сенбейді. Жай ғана сандырақта қорқынышты түс көргенін айтады. Келесі күні анасы шатырдан біртүрлі дыбыстар естиді. Шатырға шығып көреді, бірақ шатырда ешкім болмайды. Келесі күні тағы да шатырдан біртүрлі дыбыстар шығарады. Ата-анасы тағы да шатырдың басына шығады, бірақ мүлдем ештеңе байқамайды, себебі оларды бұл отбасына SCP 4666 аңдып жүрген соң оларға білдіртпейді. Бұл жайлы анасы әкесіне айтады. Әкесі кішкене уайымдап, отбасын құтқару үшін дүкеннен қару-жарақ сатып алады. Себебі ол отбасын құтқарып қалу үшін кішкене тырысуы керек дегендей ғой. Түн баттады, ал бұл отбасына әлі SCP 4666 құбыжығы аңдып жүреді. Бұл үйді айналшықтап қоймаған SCP 4666 оларды соңына дейін аңдумен болады. Әкесі үйді шарлап жүріп ештеңе көрмеді. Бір күні адамның қанының иісіне ұқсас біртүрлі жағымсыз иіс шығады. Ата-анасы тезірек қауіпсіздік комитетіне хабарласуды жөн көреді. Бір күні ол жиіркеністі иіс жоқ болып кетеді. Көргеніміздей, ол иістің бәрін әрине SCP 4666 хайуаны істеп жүргенін білеміз. Әрбір адамдар бастары қатып, оның не екенін білмейді. Әр сайын ай өтіп, адамдарды өлтірумен болады. Және де шыршаның қасына 3 сыйлық тастап кетіп, балаларды өлтіретін қару-жарақтар, яғни балаларды өлтіретін өзінің арасымен осы 3 сыйлыққа балалардың денесін салып тастайды. Ал енді бұл отбасыға 1-2 қаңтар айы жақындайды. Себебі бұл олардың соңғы сәті болып есептеледі. Ата-анасы қатты қорқады, себебі олар баласына енді сене бастайды. Бірақ енді олардың соңғы сәті келді деген сөз. Олардың 2 мүмкіндіктері болған, бірақ олар олай жасамады. Енді олар өз-өздерін қорғап қалу керек. Бір мүмкіндікте әр нәрсені пайдаланбады, екінші мүмкіндікте де пайдаланбады. Таңертең таң атады, ата-анасы тұрып, 2 сыйлықты көріп, ашып қараса, қатты шыңғырады. Себебі оны SCP 4666 құбыжығы қамауда жатқан балаларға жасатып, адамдардың денесін салады. Бір күні оны сыйлықты ашып қараса, ата-анасы қатты шыңғырып, айқайлап, шошынып қалады, және де талып қалады. Өздеріңіз көргендей, SCP 4666-ның жай ғана құбыжық емес екенін көрдіңіздер. Енді үздік комментарияларыңызға жақсы пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Бұның енді жалғасы келесіде шығаратын боламын. Ал қазір уақыт болмай қалғанын білеміз. 20 мың тіркелушіге жеткізіп жіберіңіздер. Мен сіздерге сенемін. Лайк басып, подписаться етіп, қоңыраушаны басып кетсеңіздер,
операция біткен жоқ, бірақ алдын ала алдағы уақытта мен осы отбасы туралы қорқынышты контент шығаратын боламын. Сіздермен болған Ибраим Қуанбек арнасы. Аман саулықта жолығайық. 2000 лайкқа жеткізіп жіберіңіздер. Сіздермен болған Ибраим Қуанбек арнасы. Сау болыңыздар.